Осы жұмада, яғни ертең, біз екеуіңізді де күтеміз. Кешкі сағат 8-ге дейін келіңіз, кешіктірмеңіз, Светик. Блондинка маған көз қысты. Және бәрі қырылған болуы керек. Алдын ала мен қозуынан әрең ұйықтадым. Мен 4 жұпты қалай отырғанымда есімде жоқ. Сабақтан кейін мен бірден Марина Владимировнаға бардым. Біз жұмысқа бірге баруға келістік. Бұл оңай және арзан болды. Менің оқытушымын мені жамбас ортасына әрең жететін қысқа халатты қарсы алды. Сәлем, сұлу. Қырылдың ба? Иә, сержант. Мен юбканы көтеріп, тұрлықшамды түсіріп, оқытушыға жылтыраған лобокты көрсеттім, айтарлықтай. Марина Владимировна мені қырылған жеріме сейілтіп, жүрек соғысының қысқа мерзімді бұзылуын тудырды. Енді бөлмеге барып киімін шеш. Неге сонша қарап тұрсың? Саған массаж жасаймын. Мен бөлмеге барып киімін шешіп, үлкен 2 төсекті төсектің үстіне сандармен жаттым. Марина Владимировна ішке кірді. Оның қолында массаж майы бар бөтелке болды. Бір көңілді ән әуенін ырғап. Ол халатты тастап, оның астында ол мүлдем жалаңаш болды, және менің үстіме отырды, осылай болу керек. Деп ол түсіндірді, иіліп менің құлағыма үрледі. Сонымен бірге оның кеудесі менің арқама тиді. Содан кейін оның қолдары менің денеммен сырғып кетті. Менің оқытушымын тамаша массажист болып шықты. Бірнеше рет мен ауырғаныма қиқырдым, бірақ жақында мен ешқашан білмеген мүнді релаксацияны сездім. Иық белдеуі, арқа, аяқтар және аяқтар өсетін орын массажынан 10 минуттан кейін біз душқа бардық. Содан кейін махров халаттарға оранып, шайдың бір шыны ағашын іштік және бірге 2 төсекті төсектің көрпе астына өрледік. Аусымға дейін жақсы демалыс керек деді Марина Владимировна. Массаж, душ және шайден кейін мен жақында ұйықтап қалдым. Нұсқаушының нәзік және күшті денесін ұстап ұйықтау өте жағымды болды. Расын айтса, мен ұзақ ұйықтай алмадым. 1 сағаттан кейін бізді ояту сағаты оятады. Марина Владимировна бірінші болып тұрып, маған тақылып кету мүмкіндігін жіберіп алмады. Ол алақанын суық суға батырып, мені жұмсақ жеріме шыпыртты. Мен айқайладым, рота, көтерілу. Айқайды тоқтату. Деп ол айқайлады. Кешкі сағат 8-ге қарай біз орында болдық. Университет спорт залының алаңқай бөлмесіне ұқсас бөлмеде, тіпті шкафтар мен орындықтар да бірдей, 10 қыз киім алмастырып жатыр. Олар менің жасымда, немесе сәл үлкен болды, бәрі де сәйкес, арық, ұзын аяқты, шағын мықты кеуде және сандар. Маған және Марина Владимировнамен бірге бізге таныс 40 жастағы шашты әйел кірді. Танысыңыз, қыздар, бұл Света, ол бізде жаңа, оны ренжітпеңіз, егер бірдеңе көмектессе. Есіңізде болсын, әрқашан біреу бірінші рет осында келгенін. Қыздар бізбен сәлемдесіп, өз істермен айналысуды жалғастырды. Марина Владимировна, менеджер кабинетіндегі сияқты, бұл қызметті маған көрсетті. Мен қанаттан құлыпталып қалдым. Біздің қатаң оқытушымыз жалаңаш тізелеп, менің арық аяғымда былғары белдіктерді байлап тұр. Расын айтқанда, мен толығымен киінгеннен кейін, мен де Маринаға бірдей қызмет көрсетуім керек болды, және бұл маған аз ұнады деп айта алмаймын. Жақында шашты әйел бөлмеге кірді. Қыздар, 15 минутқа дайын болыңыз. Уақыт. Залға. Біз залға қаз сияқты жүгірдік. Мен не көремін білсем де, сұлулықтан демім бітіп қалды. Қызғылт жібек, борды барқыт, алтынмен ойылған ағаш жиһаздар патша сарайын еске түсірді. Қабырғалар бойымен оғаш балықтар жүзетін үлкен аквариумдар тұрды. Балконда нағыз жолды квартет ойнады.